Саламатсыздар ма, қадірлі желі қолданушылары? Бүгін мен сіздердің назарларыңызға таңғы асқа арналған тәтті нан пісіріп көрсетіп отырмын. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды өтінемін. Ал нанның құрамы рецептісі описанияда толық көрсетіледі. Жылы су құямын, шекер саламын, дрожь саламын. Араластырамын жақсылап. Жылы жерге 15 минутқа қоя тұрамын. Міне 15 минутқа қойған ашытқымыз көтерілді. Енді бұны ыдысқа құямыз. Шекер саламыз, тұз саламын. Жұмыртқа құйып, араластырып, сосын сүтімді құямын. Қамыр илеймін. Ұнды, сүтке, дрожжға, қантқа, тұзға бәрін араластырып жұмыртқамен үстіп 15 минутқа жауып қоя тұрамын. Ұнның өзі қасиеті іске кірісіп, клейковинасы қалыптасады. Тағамға арналған пленкамен 15 минут қоя тұрамын үстіп. 15 минуттан кейін қазір сармай қосатын боламын. Міне арада 15 минут уақыт өтті. Тестімізді алып, май қосып илейміз енді. Үстіп, осылай істеп, нанның қамырдың бойына сармайды сіңіріп илейміз міне. Осылай. Менің қамырым міне дайын болып қалды. Бойына сармай әбден сіңді. Қамырдың міне жұп-жұмсақ керемет болды. Енді бұны тағы да былай илей жіберемін де. Ыдыстың ішіне салып, бетіме тағамға арналған пленкамен жауып, 1 сағатқа жылы жерге көтеруге қоямын. Міне арада 1 сағат уақыт өтті. Тестіміз көтерілді. Өте жақсы. Енді арасына жиналған ауаны шығарып, 1-2 бас жіберейін. Салмағын өлшеп жіберейін. Екіге бөлеймін. Енді осыны 3-ке бөлем.
әрқайсысы 16 граммнан келді. Мен нанның бөліктері енді жасап дөңгелектеп қоя тұрамын. Бетін орамалмен жауып 15 минутқа қоя тұрамын. Міне енді тестіміз демалды. 15 минут уақыт өтті арада. Енді мынандай пласты дайындаймыз. Төрт бұрышты қылып дайындаймыз. Жұқа етіп. Дайын болды. Енді осы дайын қамырдан рулет жасаймыз бүйтіп. Осындай жгуттар дайындап аламыз. Жаба тұрайын. Демала тұрсын, келесін істей берейін. Ортасына шетіне қарай ысып аламыз өйстіп. Дайындап жгуттарды. Енді мына бірінші дайындағанымды ысайын. Қазір біз нан істегенде осы жгуттардың керегі болады бізге. Осылай дайындап қояйын. Енді мына екінші дайынды кішкене тынығып алды нан. Тесті. Енді осыны жгут жасайын. Тынықтырып алып орамалдың астына. Мынандай істесеңіздер ешқандай үзілмейді де, жарылмайды да, жақсы болып дайын болады нан. Жаба тұрамыз. Келесін дайындаймыз. Жаңа жгуттардан мынандай нан дайындаймын. Бүйтіп өреймде. Бүйтіп бекітемде. Сосын наны бүйтіп бекітіп. Мынандай. Дайындап қойдым. Енді нанды дайындап жіберейін. Көтеруге қоямын. Бетіне орамал жабамын. Міне нанымыз мынандай болып көтерілді. Енді оның бетіне жұмыртқа жағамын. Үстіне мақ себем.
сосын күнжіт себем. «180 градусқа 35-40 минутқа қоямын. Әркім өзінің газ плитасының духовкасының пісіруіне қарағанда дұрыс деп ойлаймын. Міне 180 градусқа 35-40 минутқа қоямын. Міне наным пісті. Арасын кесіп көрсетейін сіздердің назарларыңызға. Әсіресе таңғы аста сары маймен жеуге өте тәтті нан. Енді ыстықтау болып тұр, қалай ексем екен. Мынандай болып пісті. Назарларыңызға көп рахмет.